Саламатсыздар ма? Бүгін балаларға өзімізге асқабақ деген пайдалы. Міне күзде қазір асқабақтар шықты. Асқабақтың пирогын, кекісін дайындаймыз. Ол үшін бізге мынадай жақсы піскен тәтті асқабақтың 500 граммы керек, 2 стақан ұн керек, 140 грамм шекер керек, 3 жұмыртқа, 1 столовый ложка разрыхлитель керек. Міне мен араластырып жатырмын. Және 1 стақан шемішкі май керек. Мен құйып уже араластырып жатырмын. Қазір асқабақты аршып, сыртын дәндерін алып, чөркіден өткіземіз. Жақсы іске сәт. Бұл кекстің жақсы жері. Балаларға асқабақты берсең, қанша пайдалы десең де олар жегісі келмейді ғой. Мен оларға кеше суп пюре істеп бердім. Енді бүгін оны мантыға қосатын бәріміз де білеміз. Енді бүгін кекс пирог істеймін. Мен еще бірде асқабақтан булочка пісірдім. Ол булочкалар да өте күшті болып шықты. Сап-сары, балалар қызығып жейді. Әдемі сап-сары. Ішінде асқабақ бары тіпті білінбейді. Келесі ертеңдері сол рецепті де сіздерге жасап көрсетермін. Бүгін кексті бастаймыз. Іске сәт.